Қайырлы күн, құрметті көрермен, менің каналыма қош келдіңіздер. Баршаңызға ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгінгі ауызашарға өте оңай әрі аз ғана қоспалардан тұратын тойымды салат жасайтын боламыз. Өте пайдалы салаттардың бірі болып табылады. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен пісіп тұрған жұмыртқамызды алып, кубиктап төртбұрышты етіп турап шығамыз. Қыздар, барлық ингредиенттерді өзіңіздің үйіңіздің санына қарай, адам санына қарай көбейтіп, азайтып жасай береміз. Содан соң пісіп тұрған свекламызды алып, төртбұрышты майдалап, кубиктап турап шығамыз. Қыздар, свекланың пайдасы өте көп екенін білесіздер. Пісіріп те, пісірмей де түрлендіріп салат жасай береміз, қыздар. Менің каналыма кірсеңіздер, свекладан неше түрлі салаттың түрлері бар. Пісірмей де жасауға болады. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, кіріп, видеоларымды қарап шығыңыздар. Свекланы тіпті ешқандай да салат ештеңе жасамай-ақ осылайша пісіріп алып жей берсеңіздер де ағзаға өте дәруменге бай пайдалы көкөністердің бірі. Тіпті смузи жасап, немесе неше түрлі соктар жасап ішсеңіздер де өте пайдалы көкөністің бірі. Барлығын осылайша төртбұрышты етіп турап алғаннан соң ыдысымызға салып, кішкене ғана тағы да укроп қосып жібереміз. Қыздар, укроп қоссаңыздар да, немесе көбірек қоссаңыздар да өздеріңіздің қалауыңыз бойынша. Және де консервідегі кукурузымызды саламыз. Содан соң бұл салатқа картофельный пай қосатын боламыз. Қыздар, өздеріңіз жасап қойсаңыздар да өте оңай жасалады. Алдағы уақытта жасалу жолын көрсетіп видео салатын боламын. Сол үшін де менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Және де шым-шым тұз салып, содан соң майонезімізді салып, жақсылап араластыратын боламыз. Картофельный пайды қазір салатымыз дайын болғанда бетіне де қоятын боламыз. Кішкене бөлігін ғана осылайша арасына салып араластырамыз. Өте ерекше дәм беріп тұратын болады. Қыздар, мендегі мынау магазиндегі пачкадағы картофельный пай арнайы пісірілгендері де сатады. Негізі ондайын таппаған соң осы түрін қолдандым. Бұл түрі бірақ кішкене жуандау болып келеді, кішкене чипсыға ұқсас болады. Сол үшін де негізінде қолдан жасалған түрі салаттарға өте әдемі кетеді. Мінекей қыздар, біздің салатымыз дайын. Осылайша майонезін жақсылап араластырып болғаннан соң бетіне сәндік үшін осылай картофельный пайымызды сеуіп қоямыз. Осымен біздің өте оңай әрі дәруменге бай, өте тез жасалатын салатымыз дайын. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл әдісте сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Видеоларым ұнап жатса лайк басып, пікір қалдырып, каналымды қолдап, каналымның дамуына өзіңіздің үлесіңізді қосып, тіркеліп отыруды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Баршаңызға рахмет.